Ұмай әйелдер ипотекасы 10 мамырда басталады. Баршаңызға сәлем, менің атым Мақсат, байланысты отбасы банк және бұл біздің қарапайым тілмен түсіндіретін артық сөзсіз айдарымыз. Ұмай әйелдер ипотекасы туралы нақты сұрақтарға жауап беріп кетейік. Сіз түсінгендей, бұл бағдарлама тек әйел адамдарға арналған. 10 мамырды белгілеп қойыңыз. Себебі 15% бастапқы жарнасы бар ипотекаға өтінімдерді қабылдау дәл сол күні басталады. Негізгі шарттарына тоқталайық. Егер сіздің айлық табысыңыз 550 мың теңгеге дейін болса, онда бастапқы жарна небары 15% құрайды. Дәлірек айтсақ, пәтер құны 15% сіз сатушыға бересіз, ал қалған 85% банктен ипотекаға аласыз. Ал енді ең көп қойылатын сұрақтардың бірі: 550 мың теңге жалақыны қайдан аламыз? Негізі дәл ондай жалақы болу керек деген шарт жоқ. Сіздің табысыңыз 100 мың, 200, 300, 400, 500 болуы да мүмкін. Бірақ 550 мың теңгеден артық емес. Ал егер сіздің табысыңыз 550 мың теңгеден 640 мың теңге арасында болса, онда сіздің бастапқы жарнаңыз 20% құрайды. Ал егер табысыңыз 640 мың теңгеден асатын болса, онда сіз бұл бағдарламаға өкінішке орай қатыса алмайсыз. Тұрғын үй құны 30 миллион теңгеден аспауы тиіс. Яғни үй 15 миллион, 20 миллион немесе 30 миллион тұратын үйді алуға болады. Бірақ та 30 миллион теңгеден аспауы керек. Тұрғын үйді алғаш нарықтан да қайталама нарықтан сатып алсаңыз болады. Тіпті үлесті қатысу шарты бойынша да сатып алсаңыз болады. 23 жылы несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 14,4% құрайды. Және бұл мөлшерлеме басқа банктерден қарағанда төмен. Бұл тексерілген ақпарат. Оның үстіне алдағы уақытта сіздің несие бойынша мөлшерлемеңіз 3,5%-дан және 5%-ға дейін төмендейтін болады. Несиелеу мерзімі 6 айдан 25 жылға дейін. Айтпақшы, бұл бағдарлама бойынша 3 миллион 700 мың теңгеге дейін пәтеріңізді жөндеуге, яғни несие алсаңыз да болады. Бұл бағдарламаға кімдер қатыса алады? Әрине, 18 жас пен 65 жас арасындағы бірақ ресми табысы бар біздің қымбатты нәзік жандылар. Бағдарламаға қатысуға 10 мамырдан бастап банк бөлімшелерінде және кеңес беру орталықтарына барсаңыз болады. Немесе онлайн түрінде банктың сайтында да ипотекаға өтінім бере аласыздар. Судында сұрау бар демекші, орындар саны шектеулі, әсіресе Алматы, Астана, Ақтау және Атырау қалаларында. Уақытты бекерге жоғалтпай, тез шешім қабылдап, баспаналы болу уақыт келді. Бұл ипотеканың басты айырмашылығы минималды бастапқы жарна және атыңызда пәтер бар жоғы тексерілмейді. Жылжымайтын мүлік көп болмайды әрине. Әр әйел адам өз пәтерінде бақытты болуға лайықты. Келсесіздер ме? Егер келсетін болсаңыздар, осы роликке лайк қойыңыздар, біздің керемет каналымызға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Мақсат достарыңыз. Келесі көріскенше.